Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ет асамыз. Қазақтың ұлттық тағамы бешбармақ. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен етімізді жуып аламыз. Асатын ыдысқа етімізді салып, тұзын салып, суын құямыз. Және қайнағанын күтеміз. Етіміз қайнаған соң міндетті түрде көбігін аламыз. Және астын отты ақырындатып қоямыз. Етіміз қайнағаннан кейін 2-2,5 сағат пісіріп аламыз. Етіміз піскенше еттің нанын, жаймасын дайындаймыз. Ол үшін ұнға, жұмыртқа және тұз қосылған суымызды құйып, еттің нанын илейміз. 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Содан кейін еттің нанын жақсылап, жұқа етіп жаямыз. Қайнап тұрған сорпаға жаймамызды салып, 2-3 минут пісіріп аламыз. Пиязға тұзды бұрышты салып, сорпадан құйып, тұздық жасаймыз. Міне бешбармақ дайын болды. Қалауыңызша картоп қосуға болады. Бұл тағам өте дәмді әрі оңай дайындалады. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Сіздермен болған Айжан ханым.